Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге нан кебаб жасайтын боламыз. Мен бір жерде жеген болатын, маған қатты ұнап қалып, содан үйде жасап көрдім. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті жылы сүт, жылы су, қант, тұз және де сұйық майды саламыз. Және де бір шай қасық ашытқымызды салып араластырып аламыз. Үстінен еленген ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Сонда біздің нан кебаптың нандары жұмсақ әдемі болып шығады. Қамырды илеп болған соң бетін жауып пакетпен 1 сағатқа қалдырып қоямыз көтерілгенге дейін. Үстін майлықпен жауып 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Оған дейін ішіндегі салмасын жасайтын боламыз. Кез келген етті қолдануға болады. Табамызға сұйық майды құйып, қызып тұрған майға осылай ұзынша етіп туралған еттерімізді салып, қуырып алатын боламыз. Достар, егер менің каналымды енді бірінші рет көріп тұрған болсаңыз, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Еттің осылай сөлі шыққанға дейін қуырып аламыз. Және де 1 дана пияз, және де 1 дана сарымсағымызды салып, қуырып қоямыз. Қақпағын жауып, 5-10 минутта осылай қуырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз және де 1 шай қасық паприка салып, қуырып, қақпағын жауып, сөлі азайғанға дейін қуырып қайнатамыз. Астын баяу отта қойып қоясыздар. Өзінің сөлі азайған соң кішкене су құйып, қақпағын жауып қоямыз. Еті піскенге дейін баяу отта қойып қоясыздар. Оған дейін біздің қамырымыз да көтеріліп қалды. Дәл осы қамырды майда бөлшектерге бөлеміз. Мен 6 бөлшекке бөлдім. Үйімізде 6 адам болғандықтан сіздер 4 бөлікке бөліп, нандарыңызды томпақ етіп жасасаңыздар да болады. Мен осылай 6 бөлікке бөлдім. Қолдарыңыздың көмегімен кішкене сопақша етіп жаясыздар. Қамыр өте жұқа болғандықтан қолмен жайылады. Дөңгелек болмау керек, кішкене сопақшалау болып тұру керек. Үстінен жұмыртқаны жағамыз және де қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Қамырды осылай 5-10 минутқа көтерілуге қойып, сосын пеште пісіріп ала бересіздер. Енді салмасына пиязды турап қоямыз. Өте жіңішке етіп, негізі қызыл пияз болса, өте керемет болады. Қызыл пиязбен укропты қоссаңыздар керемет болады. Менде болмағандықтан осылай ақ пиязбен осындай қасына көк пиязды турап қойдым. Енді бізге майонез, кетчуп, 1 дана сарымсақты араластырып, соусын дайындап қойдым. Соус өте дәмді болып шығады. Енді етіміз де пісіп қалды. Қараңыздар, өте жұмсақ, әдемі болып пісті. Енді нанымызды піскен соң суғаннан кейін ортасынан бөлеміз. Ең бірінші соусын әдемілеп жағып алыңыздар. Соустан кейін піскен етті орналастырамыз. Піскен етті дәл осылай 6 бөлікке бөлдім. Описанияда толық рецептісін жазып кеттім, достар. Және де бір қызанақ, қалауларыңыз бойынша осылай пияз салып шығасыздар. Мен 2 бөлшегін дәл осылай жасадым. Қалғандарына салат жапырағын салып жасадым. Қалауларыңыз бойынша өздеріңіз салмасын өзгертуге болады. Қызанақ, қияр, салат жапырағы деген сияқты. Бірақ нағыз нан кебаптың рецептісінде осылай ет пен пияз болады. Осы нан кебапты жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Бургер жолда қалады, шынын айтқанда. Егер менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып, төменге пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ал егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация бөлімін басып, және де қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.